Сіз салықты артық төлеп жүруіңіз әбден мүмкін. Немесе болашақта артық төлеуге алып келуі мүмкін. Неге дейсіз бе? Өйткені сіз өз кәсібіңізге байланысты дұрыс салық режимін таңдай алмаған боларсыз. Бүгінгі видео дұрыс салықтық режим жайында, жалпы салықтық режим жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Салықтық режим дегеніміз ол өз кәсібіңізге байланысты салықты есептеу тәртібі. Қалай салықты есептейсіз, сол тәртібі. Жалпы біздің Қазақстан Республикасында бүгінгі таңда 4 түрлі салық режимі бар. Айта кететін болсақ, біріншісі ол патент. Халық арасында көптен тараған патент десе елдің бәрі біледі. Патентпен жұмысшы жалдай алмайсыз, тек қана өзіңіз жұмыс істейсіз. Және онымен кәсіп аппаратты қолданбаса болатын болған негізі. Енді 2020-дан бастап айта кетейін, ол жерге де кәсіп аппарат керек болады. Одан кейінгі салықтық режим ол оңайлатылған декларациямен жұмыс істейтін арнайы салық режимі. Халық арасында упрощенка деп аталады. Упрощенная декларация деп. 3%-тік салық. Мен өстіп кішкене анықтап отырамын, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Одан кейін тағы да бір салық режимі 2018 жылдан бастап күшіне енді, ол белгіленген салық шегерімін қолданатын арнайы салық режимі. Специальный налоговый режим на основе фиксированного вычета деп аталады. Көп адамдар қазір бұған көше қойған жоқ, жалпы бұл салыстырмалы түрде жаңа салық режимі. И ең соңғысы жалпыға бірдей режим. Общий установленный режим дейді. Ол барлық туалар, үлкен кәсіпорындарлар, жаңағы үлкен компаниялардың жұмыс істейтін режим осы. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, осындай салық кодексі 4 түрлі салықтық режимді белгілеген екен. Өйткені әр түрлі кәсіпке байланысты немен айналысып жүрсіз, товар сатасыз ба, қызмет көрсетесіз бе, магазин ұстайсыз ба, үй қызметкерісіз бе, қандай жұмыспен айналыссаңыз да, сіз осы 4 салықтық режимнің біреуіне кіру керексіз. Бірақ біздің қазіргі жағдайда, біздің нарықта 80-90% кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер упрощенный режиммен жұмыс істейді, жаңағы арнайы салық режимі, жаңағы упрощенный декларациямен жұмыс істейді. Неге деп сұрасақ, өйткені ол оңай дейді, жеңіл, бухгалтерский учетты жүргізудің қажеті жоқ. Жарты жылда бір декларацияны тапсырасың, болды, одан кейін тыныш жүре берсең болады дейді. Бұл дегеніміз жаңағы салықтық білімнің, салықтық жаңағы тәжірибенің жеткіліксіздігі. Әлбетте ол дұрыс ой емес. Әр кәсіпке немен айналысасыз, соған өзінің ыңғайлы режимі бар. Мысалы, сәл алдыға түсіп айта кетейін, сауда-саттықпен айналысатын адамдарға, алып сататын адамдарға упрощенный режиммен жұмыс істеген тіптен қолайлы емес. Оны бір келесі видеоларымызда мен тәптіштеп, дұрыстап түсіндіріп беремін. Жаңағы упрощенный режиммен жұмыс істейтіндер, олардың тағы бір айтатыны, бухгалтерский учет жүргізудің қажеті жоқ бұл режиммен дейді. Я келсем, бухгалтерский учет жүргізудің қажеті жоқ, бірақ салықтық есеп жүргізу керек. Налоговый регистр деген бар. Счет фактураларыңызды, накладнойларыңызды, акт выполненных работаларыңызды барлығын тіркеп, жаңағы есеп жүргізіп отыруларыңыз қажет. Осы видео сіздерге ұнаса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Қандай тақырыпты қозғағанымды қалайсыздар, оны комментарийға жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде сол тақырыпқа оралып, сол тақырыпты сіздерге қозғап, ашып, түсіндіріп беріп кетемін. Және де басқа да видеоларды осы кәсіпке байланысты, салыққа байланысты, бухгалтерский есепке байланысты, бухгалтерлік есепке байланысты, салықтық есепке байланысты видеоларды жіберіп алғыңыз келмесе, онда осы менің каналыма тіркеліңіз, қоңыраушаны басыңыз. Сонда сіз әрқашанда барлық ақпараттардан құлағдар болып жүресіздер.